Кешенді қуырылған тағам түрі, фастфуд, өңделген тағамдар мен алкоголь біздің денемізге, әсіресе бауырымызға үлкен зақым келтіреді. Мұндай жағдайда көмектесетін химиялық дәрі-дәрмектердің үлкен таңдауы бар. Бірақ біз сізге балама, қымбат емес, ең бастысы денені тазартудың оңай, қолжетімді және қауіпсіз әдісін ұсынғымыз келеді. Бүгінгі шығарылымда біз сізге зәйтүн майы мен лимонның сұйық қоспасының пайдасы мен зияны туралы айтып беретін боламыз. Мұндай қоспаның пайдасы неде? Қалай дұрыс тұтыну керек? Және мұндай өнімдердің комбинациясы кімге зиян тигізуі мүмкін? Ал осы сұрақтардың барлығына жауап алғыңыз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Бұл өнімдердің қосындысы артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін, бүкіл денені токсиндер мен шлактардан тазарту үшін ең пайдалы диета болып саналады. Осылайша зәйтүн майына бірнеше тамшы лимон шырынын қосқанда, қоспаның пайдасы әлде қайда көп болады. Бірақ мұндай тандемнің пайдасы туралы айтпас бұрын, осы өнімдерге жеке-жеке тоқталып кетейік. Зәйтүн майы. Зәйтүн майының құрамына көптеген дәрумендер, микро және макронутриенттер және басқа да пайдалы заттар кіреді. Зәйтүн майы жүрек денсаулығына пайдалы, зиянды холестерин деңгейін төмендетеді, қан тамырлары мен мидың денсаулығына жауап береді. Сонымен қатар оны миға арналған тағам деп те атауға болады. Зейінді, есте сақтауды және ойлау қабілетін жақсартады. Май артериялық гипертензияны төмендетеді, қабынуға қарсы әсер етеді. Зәйтүн майы қант диабетін алдын алу және бақылау үшін жақсы құрал. Бұл өнімді варикозды тамырларға қолдануға болады. Бұл май қанды сұйылтады және қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейді. Гормондардың тепе-теңдігін қалыпқа келтіреді. Сондықтан жүкті әйелдер үшін де өте қажет. Лимон шырыны. Лимонның пайдасы туралы бірнеше рет айтылған болатын. Лимонның құрамында көптеген дәрумендер, микро және макроэлементтер бар. Ал лимонның қабығында эфир майлары, диеталық талшықтар мен фитонцидтер де бар. Осылайша лимон шырыны артық салмақты жоғалтуға көмектеседі, жүйке жүйесін тыныштандырады, табиғи антисептик және суық тигенде жақсы көмектеседі. Шырынды қабылдау С витаминінің тәуліктік дозасын толықтырады, қатерлі ісік ауруларын алдын алады, ұзақ бас ауырғаннан арылуға көмектеседі, бүйрек пен бауырды тазартады және иммунитетті арттырады. Зәйтүн майы мен лимон қосындысының пайдасы қандай? Лимон қосылған зәйтүн майы кез келген адамға пайдалы микроэлементтердің, май қышқылдарының және дәрумендердің бүкіл қоймасын құрайды. Біздің денемізге осы өнімдердің тандемінде болатын барлық ингредиенттер қажет. Дұрыс және жүйелі түрде қабылдаған кезде қосынды ағзаға өте пайдалы әсер етеді. Ежелгі уақытта гректер мұндай қоспаны сұйық алтын деп атаған. Бұл емдік композиция интоксикацияны жеңілдетеді, токсиндер мен шлактарды кетіреді, жаман холестериннің жоғары деңгейін төмендетеді. Қоспаны үнемі қабылдау іш қатуды жеңілдетеді, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді, жүрек тамыр жүйесін нығайтады, өттің тоқырауын жояды, бауыр мен бүйректі тазартуға көмектеседі, артық сұйықтықты кетіреді. Осылайша ісінуді жеңілдетіп, күні бойы қуат пен энергия береді. Мұндай қоспа қандай аурулардан көмектеседі? Бірінші, гипертония кезінде. Қоспа қан ұйғыштарының пайда болуын бәсеңдетеді, қан ағымын тездетеді және қан ұйғыштарының пайда болу мүмкіндігін азайтады. Сонымен қатар лимон шырынындағы С дәрумені артерия қабырғаларының серпімділігін сақтайды. Осылайша қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Екінші, холестеринді төмендетеді. Қоспада құнды омега-3 май қышқылдары және С витаминінің көп мөлшері бар. Олардың кешені қандағы жаман холестериннің мөлшерін азайтады. Ал бұл тамырларда холестерин шөгінділерінің жиналуын тежейді. Үшінші, іш қату кезінде. Зәйтүн майын табиғи жұмсақ іш жүргізетін дәрі деп те атауға болады. Ол ішек қабырғаларын тегістейді және ішектегі массаларды жұмсартып, шығару арқылы суды сақтауға көмектеседі. Қышқылды лимон шырыны қабынуға қарсы әсерге ие. Соның арқасында ішектің спазмын босаңсытып, қабырғалардың ауыр қабынуын жеңілдетеді. Төртінші, буын ауырсынуы және варикозды тамырлар үшін. Лимондағы антиоксиданттар буындардың қабынуын тудыру мүмкін, тотығу стрессінен қорғайды. Ал зәйтүн майындағы қабынуға қарсы ингредиенттер ісінген жерлерді тыныштандырады. Қоспаны жергілікті қолданған дұрыс. Ол үшін оны қабынған буындарға сүртіңіз. Бұндай қоспа варикозды тамырларға өте қолайлы болып келеді. Бесінші,
ерте қартаюды алдын алу. Жоғарыда аталған антиоксиданттар қартаюдың баяулауына қатысады. Олар денені артық бос радикалдардан қорғайды. Бұл дененің ерте қартаюына ықпал етеді. Бос радикалдар бүкіл денеге, ас қорыту жүйесіне, бүйрек пен бауырдың жұмысына және терінің күйіне зиян тигізуі мүмкін. Егер сіз күн сайын бір ас қасық қоспадан ішіп отырсаңыз, біраз уақыттан кейін сіз өзіңізді 10 жылға жас сезінесіз. 6. Қарындағы артық майдан арылуға көмектеседі. Зәйтүн майы мен лимонның үйлесімі қабынуға қарсы потенциалға ие. Ол бауыр мен өт қабына майларды тиімді сіңіруге көмектеседі және метаболизмді тездетеді. Лимон мен майдың құрамында іш аймағында жиналатын майларды кетіретін құнды май қышқылдары бар. Қоспаны тұтыну диета деп аталмаса да, бұл салмақ жоғалтуға арналған кез келген тамақтану жоспарына тиімді қосымша болып табылады. 7. Шаштың, терінің және тырнақтың жай-күйін жақсартады. Сыртқы ылғалдандырусыз шаш, тері және тырнақтар құрғап сынғыш болады. Біздің қоспамыз керемет ылғалдандырады және оларды құнды заттармен қоректендіреді. Ол үшін саусақтарыңызды қоспаға 15-30 минутқа батырыңыз. Содан кейін мүмкіндігінше пайдалы заттарды сіңіру үшін қоспа мен тырнақтарыңызды уқалаңыз. Қоспа теріні нәрлендіреді, қабыршықтайды және құрғақтықты азайтады. Ол үшін қоспаны аптасына 2 рет қолдануға болады. 8. Асқазан ішек жолдары мен бауырларды тазарту процедурасы. Бауырды лимон қосылған зәйтүн маймен тазарту үшін біраз күш салу керек. Процедура кешке жасалу керек болғандықтан денені күні бойы дайындау керек. Біріншіден таңғы ас жеңіл болу керек. Тамақтанар алдында 100 мл алма шырынын ішу керек. Ал түскі ас кезінде шамалы жеңіл тамақтану керек. Ал тамақтанар алдында пустырник шөптерінен немесе валериан тұнбаларынан тыныштандыратын отвар ішу керек. Кешке дейін қосымша 2 таблетка ношпа дәрісін ішу керек. Осылайша кешке тазалау процедурасын бастауға болады. Ол үшін 1 стакан зәйтүн майы мен бірдей мөлшерде лимон шырынын қосыңыз. Сұйықтық жылы болу керек. Жатып қоспаны әр 15 минут сайын бір ас қасықтан ішіп отырыңыз. Бірнеше сағаттан кейін бауыр мен өт жолдарын тазарту процесі басталады. Осы күні және одан кейінгі 2 күнде көбірек сұйықтық ішіп, жеңіл диетаны ұстаныңыз. Ал әсерді күшейту үшін тұтыну процесінде бауыр аймағы мен асқазанға грелка қоюға болады. Сонымен қатар процедурадан 1 аптадан кейін сіз зәйтүн майы мен лимон қосылған қоспаны тұрақты түрде қабылдай аласыз. Қоспаны қалай дұрыс ішуге болады? Егер сіз емдік қоспаны күнделікті режимге қосқыңыз келсе, әрқайсысын жарты ас қасықтан алыңыз. Бұдан артық қабылдауға болмайды. Өйткені жағымсыз әсерлер пайда болуы мүмкін. Мысалы, іштің ауруы және тіс эмалінің жұмсаруы. Барлық артықшылықтарды алу үшін әр өнімнің аз мөлшері жеткілікті. Қоспаны жақсылап араластырыңыз және тамақтанудан 30 минут бұрын күн сайын 1 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Курс 2 ай. Содан кейін 2 айға үзіліс жасаңыз. Ал артынша қайтадан қабылдауға болады. Алтын сұйықтықтың зиянды жақтары. Лимон қосылған зәйтүн майын бәрі бірдей тұтынбауы мүмкін. Ұсынылған дозалардан аспау керек. Себебі асыра ішу асқазан ішек жолындағы әртүрлі проблемаларды тудыруы мүмкін. Қарсы көрсеткіштері цитрус немесе зәйтүн майына аллергия, өт және зәр шығару жолдарының тас жиналу аурулары, жиі диарея, жедел панкреатит пен холецистит. Сондай-ақ ішектің созылмалы аурулары. Егер тұтыну процесінде іште жағымсыз сезімдер және әртүрлі сипаттағы ауырсынулар пайда болып жатса, онда қоспаны қолдануды дереу тоқтату керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.